12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Бұзылмайтын кезде бұзылып болды. Мырзеке, Құдайға шүкір демейсіз бе? Машинаның бұзылатын кез дегені де бола ма не? Айдалада қалып кетсеңіз не істейсіз? Соны айтам, әр нәрсенің қайыры бар деген. Ойфырмай, Қарашы мыналарды. Түйеш жоғалмағанның бәрі ақылды деп, данышпан болып кетсін тұра шеттеріне. Қайт жалал, қайырдың не екенін түсініп тұрсың ба сен? Қайыр деген сөз түсініп айтып тұрсың ба? Жоқ, Ибрагим ағадан естіп айтып тұрсың ба сен? Енді түсінген соң айтып тұрмыз да, түсінбесек несін айтамыз оның? Айт жалал, менің машинам бұзылды. Бұл жерден қандай қайыр бар, айтшы? Қандай қайыр бар? Мысалға қазір мына от алмайды, дұрыс па? Бұны қазір менің машинамен сүйреп сіздің үйіңізге апарамыз. Ал? Сіздің үйіңізге апарғаннан кейін сіз ұялғаннан ой Мадияр үйге кір дейсіз, дұрыс па? Үйге кіргеннен кейін жеңешем дастархан жайып, қазан көтереді. Енді сізге қайыр болмаса да, бізге қайыр бар ғой енді. Сары? Көп сөйлей бермейсен айтпақшы тоқта. Намазды қашан бастайсың? Бүгін намаз бастайым деп едің ғой? Сол намаз сәл кейінірек бастасам ба деп отырмын ше. Енді намаз бастау үшін адам деген тазарып, кішкене дайындалып, ниет қып барып бастау керек қой енді. Енді бірден бастай алмайын деп тұрмын да. Адам деген намазды тазару үшін оқымай ма? Сен өзің баняға барардан алдын душқа түсіп алайын дегендей қылдың ғой сен? Енді сондай болып тұр енді, ренжіме енді. Ой, мен несін ренжимін? Өзің үшін ғой. Сізші, Мырзеке, қашан бастайсыз? Бой, мен бастап қойдым. Таң намазын оқып жатырмын ба? Тек таң намазын. Тү, біратала қиыннан бастапсыз ғой, Сол мен де бір бесіннен жоқ, бесін ұзақтау енді. Асырдан бастасам ба деп едім. Айтпақшы Мырзеке, болды дайын болып қалды онан. Тартпаймыз ба, кеттік жүріңіз. Болды, сөйдейікші. Жабасыш. Жабайық мынаны. Ремендерін алып. Ой, Аллай. Анан, мен мәштемнен бар. Алып келейін бері. Жамансыңдар, жылтынсыңдар. Ой, таңды оқып жатырық қой, таңды бастап жатырық қой. Сәл енді 5 уақытта оқуға да болатын да уақыттау. Болады. Таңды оқып жатырық қой. Телефон жоқ, сенде ма? Саған беріп едім ғой? Жоқ, менде емес. Мади, мені ғой. Бұған теспе, бұл басқа нәрсе. Бағана ғана саған қайтардым ғой. Мади, ойнамаш, мені ғой. Ой, сенде, мені бұл нан. Нан? Бұны не үшін алғансың? Апам қарын ашпасын деп берген. Енді алған соң үстіне май жағып, қан теуіп болмайсың ба? Міне. Сенде ме? Телефон не істейміз? Жүрші шомылған жерді іздеп келейік. Өзім бар, мен қарным ашып тұр. Мади, досымсың ғой. Ой, апам қазір тұрсады. Апаңа өзім айтам, жүрші іздеп келейік. Ой, сенде бір жүрін ғой. Тез, жүгір. Біреу алып кетпесін. Не болды? Қарамаған жеріміз қалмады. Шомылған жерді қарадық, мұнда жоқ. Футбол ойнаған жерді қарадық. Түгел жүрген жеріміздің бәрін қарадық. Таппадық. Жоқ па? Жоқ. Болдың, таппайсың, басқа бір инстаграммен отыру керсіз. Сіз әкемдерге айтпай қойыңызшы, тағы іздеп көрем. Таппасаң ше? Таппасам, ұрыс естуге рухани дайындалып барып айтам. Жынды миша звондап отқаннан сен. Жынды миша, жынды десе жындысың ше, бәле ол. Бірақ кейде ше арман телефон болғанынан болмай қойғаны жақсы.
Қарызы көп адамдарға телефон ұстаудың қажеті жоқ. Сен менімен салғыласа бермей, мұсылман қорғауын әперші, мұсылман қорғауын. Қайбетті да. Қаршығаға, сіз намазды қашан бастайтын болдыңыз? Соны өзімді ойланып жүрмін, бастамасам болмайды ау. Жұма намаз жемей қояйын, енді айт намаздан қалмайын. Жылына 2 рет. Оның бәріне қалай үлгермекшісіз? Қалай үлгермейсіз? Сен менімен салғыласа бермей, ақылыңды өзің бір жеріңе сақтап жүр, түсіндің ба? Кейін бала шағаң айтасың ақылыңды. Бар да жарықты сөндір. Жатайық. Ол да қоймайды екенше. Ой, көке, кіріңіз. Шаршап кеттік қой. Ай, бұл үйде біреу бар ма? Шығыңдар, Бақыт. Апа. Әке! Әке, сіздің де келетін күніңіз бар екен. Енді. Қалайсыз? Қош келдіңіз. Құдай келеді, бұлай. Құдай. Амансыз ба? Аман-есен кеттіңіз бе? Ден саулығыңыз жақсы ма, құдағи? Аман-есен емес. Аман-есен, бала шағам. Қалайсыр? Арман, не болды? Нағаш атай келді. Нағаш атасыз, мен нағаш атам жоқ қой. Сіздің әкеңіз ше? Күш. Әкем не істеп жүрмін да? Арман? Бұл кісі не істеп жүрмін да? Мә, кәсек болдың ма? Арман, сен бейт онда кәсіп. Мен нағаш атамын барып шықты, амандасты, мені сұраса айт, үйде жоқты. Жарай ма? Неге? Әкеңізден тығылып жатсыз ба не? Ой, тығылғанда мен де тура сен сияқты болып тұрмын ғой, рухани дайын емеспін осы естуге. Маған ақпарат беріп тұрсын, бар, амандас. Әкем, не ғап жүрмін да? Ата! Арманымның аққысы деген осы ғой, мінекей. Ойны олай. Тоқтап, бойыңды өлшеп берейін. Бойын өлшеп қанша болып кетті. Мұнарама кепті ғой менің, өсіп тұратыр ғой мұны. Әп жүрші. Басым ауырып, шашық бар. Әп жүрші. Ұялтпасаңшы, дәу жігіт болды ғой. Сендерге дәу болғанмен, бұл маған әлі кішкентай. Төр жетіңіз. Шашадық қой бұл түнімен. Дастарханға. О, құда, звондай самадыңыз ба? Қазан көтеріп, дайындалып отыратын едік, білмей қалдық қой. Уайымдамаңыз. Мына орталыққа келгем, шаруа көп, бірнеше шаруа менен. Сонымен бірі бітіп, бірі бітпей, түннің ортасына дейін бітіре алмадық. Сонымен таң-ата сіздерге қарай кеттім, жағдайыңызды біліп қайтайын деп. Мына балдарымды бір искеп қайтайын деп келгенім ғой, құдағи. Дұрыс болған. Ешқандай уайымдамаңыз, дем алып, ертең кешке бірақ қайтамын. Асамын десеңіз, сол кезде қазаныңызды. Бәрекелді. Асамыз. Ой, біреу жоқ қой. Кім? Дұрыс қой, түгеліміз ғой. Сіздер түгел болып тұрсыздар. Біз жақтан біреу. Қаршыға. Өбе, қаршыға еді. Өтсе бір. Қаршығаға үйде жоқ-ау деймін. Жоқ емес. Қайда кеттің? Жұмыс кетіп қалған ба? Мені, бұндай жоғыды ғой баланың, бұндай уақытта ол жұмысқа бармайтын. Қараш, бұл не дейсіз? Бұл, мені, жездесінің тәрбиесі құдағи. Молодец. Кетіп қалды ма жұмысқа? Білмеймін. Ол әлі кете қойған жоқ деймін. Мұна, кете қоймады, көріп келеші мен қазір. Мұна күтігі көбей бастады ғой. Бәзен, мен де жа күтіктеніп қалмайын бұдағи. Ол мүмкін емес деді. Мен қоя беріңіз. Денсаулығыңыз қалай? Құдай деп жүріп атырмыз әйтеуір. Мына бала шағаның арқасында әйтеуір. Осылар. Бұдан артық не керек? Иә. Осыларды искеп жүрсеңіз, аман болса мынау да бір күн келіншегі келсе, сосын шөбере көрсеңіз. Қаршыға.
десей, төсегін жинап кетті. Бұрын төсегінде жинамайтын еді. Шынымен мықты тәрбиелепті мені. Не айтамын? Не айтсам болады? Әкеме ойнап жүрген жоқ. Болмайды, жынсың ба? Әкеңмен сөйлескен. Әке, мен мектепте тәрбие завучы. Ондай болмайды ғой. Болмайды ондай. Мен дене шынықтыру пәнінен сабақ беремін. Әке, мен қауіпсіздік жағына жауап беремін мектепте. Әке, сіз маған адам болмайсың дейтін едіңіз. Сіздің айтқаныңыз тура келді. Кесем десеңіз басында, кесіңіз. Мінекейіңіз. Ауыртпай кесіңізші бірақ. Әкеңмен ашық сөйлесе маған да жаман қиын екен ше. Қалай, мәшіне? Жақсы? Жақсы ма? Анау, көрші ауылдағы сағындықтың мәшінесі ғой. Сата алмай жүрген бұны. Сонымен қалаға баратқан дейсіз дағы, ойбай сатып әкеп беріңші дейді. Мен тіпті мәшіне сатқан адам емеспін ғой мен. Мен соны айтам да. Сөйтсем бұны сатып алушылар дайын дейді. Дайындап қойған ғой сонда. Сөйтіп қойған, барсаңыз ақшасын береді, мәшінен тастап кетесіз. Бол, телефонын берген, бар. Сол патшағарларың айырып қалды ау дедім. Телефон көтермейді. Қойш. Жұмысыма кедергі жасады ғой менің. Түнімен телефон соғып шықтым да, болмаған екен, қой астында көлік бар ғой деп, сол үйлеріңе келдім сол ғой енді, бір жерден. Бұның не деп жатыр сонда, бағасы қанша? 4 миллионнан бір тиыны кем емес деп тұр ғой бала. 4 миллион дей ма? 4,5 миллионға сатып берсем ба деп те ойландым. 4 миллион апарып берді. Бірақ ондай саудагерлік жоқ та менің қолымда. Басқа біреу болса қатырар еді. Интернет не деп жатыр екен? Интернетке қарау керек қой бұны. Интернетте қанша екен бұл? Интернетте де сата ма бұны? Интернетке машинаң қойып қойсын сата береді ғой. Үйінде отырып сата бересің қазір. Үйде отырып сата бересіз ғой. Ой, біз ақымақ болып ауылдан мәшіне мініп келіп. Жүрші, Арман, компьютерді қош. Сен компьютерді көрейік. Қанша тұрады екен? Шұғылан компьютерінен көрсек бола ма? Соңғы жақсы дейді. Қыздың компьютерінде мәшіне бола ма? Оның компьютерінде кітап болады ол кісінің. Шұғыланың мәшіне еді. Атаң дұрыс айтады. Сені кемен көреміз. Жүр. Көке жүріңіз. Атамдар осы жаққа келе жатыр. Осы жаққа? Ой, шығыңыз осы жақтан көрініп қаласың. Көрініп тұрмын. Қайқытқына мен. Кіріңіз көбе. Мына бөлмелерің салқын екен, әдем екен. Салқын, осы бөлмеміз жақсы әйтеуір. Қостың ба? Осы ма? Міне, шықты ғой міне. Колесо деген осы ма? БМВ-ларды шығардың ба? Дұрыс көке, бағасы сонда екен. 4 миллион. Шықты ғана өңкі. 4,5 миллион. Сағын тікін. 4,5. Дұрыс айтқан екен ол, Дұрыс, жақсы. Қан, наны қош. Бірақ көке бар ғой, сіздің егер машинаңыз жағдай жақсы болса бар ғой? 4,5 емес, 5 миллионға да өткізіп жіберуге болады ау. Бұның жағдай жақсы бұның. Бір сарапине жоқ мұнда. Қойыңыз. Не айтып тұрсыңдар сендер? Біздің ауылдың мәшинесінің алды осы. Ауданның деп айтайын саған. Ауылдағыны үйленіп отқандарды гулянкісінде осы жүреді. Гулянкеде шыға ма? Құдалқа үлкен қалаларға осымен барамыз ғой. Онда мықты ғой онда. Кеше сататын бапты дегенде ауыл
бір түрлі болып қалды маған. Көрініп тұр. Бірақ бұдан да жақсысын аламын деп тұрған сағындық. Жағдайы жақсы. Жоқ, мен көрдім, мен де машина танимын ғой. Бір сарафина жоқ, бәрі. Анық бар ғой, 5 миллионға да өткізіп жібереміз. Ол өзі де айтқан, 5 миллионға өтсе, 500 аласыз деп айтқан оны. Мәрт жігіт қой сағындық. Біздің ауылдың бәрі мәрт қой. Біз қаладағыдай емес бұл. Сөз айтылды ма, кетті ма. Қой мына бөлмелерің бар ғой, салқын екен шынымен. Жақсы бір жер. Мен бір жақсылап жатып демалып алсам. Болды көке, демалғаныз. Жат, демалғаныз. Сен былайғыш, ана машинада менің сумкам бар еді. Соны ала келген ішінде кітабым бар ғой. Мен кітап оқып жатпасам ұйықтай алмаймын. Мен қазір балдар компьютер көрмесе ұйықтай алмайды ғой. Біздің компьютеріміз кітап қой. Жарай ма? Кітап жақсы ғой. Онда мен демала берейін. Үлкендеу бір жастық берейік, жантайып, спокойно жата беріңіз. Мен ақ білейін. Жүре, Арман ет. Пұл тез. Науымет көке? Осы, иә. Мынауыңыз. Айналайын. Жақ қойып қойдым кілтті. Балама мына жататын жастығымыз екен ғой мынау. Бұл мына бүйтіп отыратын жастық екен бұл. Бұдан үлкенде өне келмедің бе? Түргеп тұратын жастық бұдан еттесің да. Түргеп деп сен ұйықтай бересің. Рахмет. Мына ниетіңе рахмет. Өзі де биіктеп екен ғой. Осыған жатып демала беремін. Болды, жат демала бересің. Болды, бисмиллахиррахманиррахим. Сыртта бала беремін. Ой. Бұл да бұзылып көреді ғой, айтпақшы. Қазір ұмытамыз, қартайды деген осы. Жас кезде де жетіп тұрғанымыз шамалы. Ай, қырсық ай. Бұл кетті бұл енді. От алмайды енді бұл. Атан келтін апшықшы бар. Апшықшы дес. Әке, қайда барасыз? Bir жаққа барам. Мен де сізбен барайыншы. Барасың ба? Жүр онда. Ана атаңа соятын қояп келеміз. Алло, иә. Кетіп қалғам қалаға. Шаруалар ғой. Бітеді ма, шаруа бітеді ма? Жоқ бұл жақсы, жақсы. Қарасыш, жағдай зың ғой. Бір сарафина жоқ қой, қарасай. Зор екен машинаңыз. Айтсын айтпасын, Құдай қаласа. Күшті. Ана Мадияр бар ғой, Мадияршы біздегі. Тура осындай машина іздеп жүрген кеше. Қош, қарама дер ма? Иә. Қанша қыз деп жүр ол? Ой, жақсылап мақтасаңыз, өзіңіз айтып отқан 4,5 миллион қалады ол. Алса дұрыс болар еді солай. Атам да риза, мен де риза болып қалар ем. Звондаш, шағыс. Қарасай мына жағдайы мықты ғой. Иә, Мырзеке, көлігіңіз енді бір жанып тұр енді. Мен маған бойыма да лайық екен, бірақ ақша жоқ та қазір. Алло, Мадияр, келе жатсың ба? Питаққа қарап, иә, питақтамыз, келсек. Тура кеше сен айтып отқандай машина келді қазір, иә. Ой, мынау қаршыға ғой. SMS жазған ес. Не дейді? Әке, қашан келгесіз? Мен бір жұмыстарменен сыртта жүремін. Қанша боласыз дейді. Бұл жаңағыда көтермей талмады, SMS жазады. Телефон сағаш бұған.
көтермейді, өшіп қалды. Ол қалай? Неге? Бұл қайттан қаршаға ғой. Не дейді, мен жиналыста едім, сөйлесе алмаймын, сіз қашан қайтасыз дейді. Жиналыста екен, жиналыста екен. Қой жазайын мен бұған. Уайымдамай, жұмыстарыңды істей бер, балам. Сені көрмей кетпеймін. Солай ғой. Кетті. Ne дейді бұл? Міне екен бұл. Ішіңіз пысса, теледидар көріңіз дейді. Мен жазайын. Жоқ. Кітап оқимын. Иә. Төртке бер. Алат. 4,5 болмайды. 4,5 болмайды. Төртке берсейші. 4-ке бермеймін, 4,5 болады. Ағама 10 тент осы машина. Онам апарсаң бірден алады маған. Өзімдікі болса берерім. Бірақ берік емес қой. Мен 4-ке келсек те. Олар 4,5. 4,5 дейсің ба? Қарасай, таң ғой мына. Дауыс шығып тұрған жоқ, қарасай. Риза шығарсың. Дауыс шығып тұрған жоқ. От алыр дейсен бірінші. Қызықсың сен оның шығып тұрған жоқ. От алып тұр мынау. Қарасай. От алып тұр ма? Жақсы екен, қара. Бірақ үні шықпағанда жақсы емес дейді ғой, бірақ біреулер. Неге? Ұйықтап кетесің, қалып кетесің. Дауыс шыққан жақсы ма не? Онда трактор сатып алсай. Ол тракторге қызықпайды, БМВ-ға қызығады, именно. Алсын онда, қарасай ма? Жоқ, алады апарсың, 4-ке берсең алады. 4-ке болмайды. Қалай 4-ке бересің? Қара, жағдайың Айдап көрейікші онда. зың ғой мынан қарасай. Жақсы, айтып тұрмай Бір сарафина жоқ. Жоқ, әдемі. Айдап көрейікші біз. Қоя, сен айдамайсың. Отыр, мен айдайым. Мен айдаған сен алайын жасыма машина, мен аламға келді. Қой, саған сенбеймін, сен ұрып соғып жүресің бір жерін. Ұрған өзі машина айдап жүрген Отса болды, айдаш ал. біреудің машинасы ғой. Бопты, айдаш. Кісінің аты кіршілік Алдына да балаң отырып апты. Айдаш, арыңыңдаршы. Алайын жадыр машина. Сен алайын аласың ба? Не қыласың балады? Кесе бер. Қалай, жақсы ма машина? Зор екен. 4-ке бермей жатыр да, бірақ 4,5 деп қатып тұр. Сабыр. Атаңа. 3,5 болды мынау. Ал не болды енді? Не болды енді мынау? Не болды? 3,5 болды. Атаңа қоқай. Ой, сен де бір айдап көрейін деп. Айдап көрмей қалсаң бұл болмай мына не? Алат адам айдап көреді ғой не бұл нәрсені? Мынау да қаяқтан ғана келді, бірақ сорлы ағаш қаяқтан ғана келді. Аяқас. Бұл сорлы ағаш бұрыннан бері осы жерде тұрған Осы сорлы жерде ағаш. ағаш қой бұл. Сорлы ағаш тура осы Жапанда тура осыған келіп Жоқ, соғылғанда. сен нағып артқа жүрмесің, алға жүрмейсің бе, жол алда қойы. Ой, автомат кім айдап көрді мен алға салдым да ойлап қалдым оя. Қысығай атаңа қоқай, мына атаң. Сен де бір айдап көрмесең болмайды мен. Сен де кесіріңе атаңа. Сен осың. Сен кінәлісің осың бәріне. Қаяқтан ғана шыға келдік сені армане. Қарашы. Оның не күнәсі бар е? Таусыла бермеш болды. Адам қаққан жоқсың қайда, машина қаққан жоқсың, әшін талда қақып тұрсың. Қалай таусылмайсың? Амай деп тұрсың ғой сен уже бұны. Алам, 3,5-ға берсең алам дедік қой. Болды қос, амай деген сөзің қос, сен уже. Енді жөндеп өтуге керек мана, коробкасы деген аяқта кетті ғой. Сенің кесірің осының бәрі, арман бар ғой я. Сен болмағанда бұндай болмайды қазір. Бұған мен не қатысым бар? Вот, сен тікелей қатысың бар. Сен болмағанда мына артында емес, алдында отырар еді. Осы қазандай басының кесірінде артын көрмей қалдым ғой мен қазір. Бүкіл терезеден мен басым жауып қалдым сонда. Жауып қалған. Қуадың ғой. Мә, мынауыңшы, Мырзеке, 200-300 мыңның үсті шығады жөнделуі мына. Коробкасы бар ғой әлі. Сені кім сұрады мұның бағасы қанша тұрады? Кім сұрады сені не? Ой, жай айтып жатыр да Мырзеке, не болды сонша? Мырзеке, сабыр, не болды? Басылсаңызшы. Дүниенің ақшасы емес қой. Дүниенің ақшасы емес қой. Біреудің ақшасы ғой. Енді жетпеген біреудің машинасын жөндеп беріп еді. Өзім зорға жүргенде. Қайнатамнан да ұят болды. Қайнатамнан. Бұда да бір қайыр бар шығар, Мырзеке, басылсаңызшы. Не болды соншама?
ешқандай қайыр жоқ бұда бар ғой. Не мынау енді? Біреудің машинасын жөндеп беру менің қайнатамда қызығы. Кілтті оңай жерге қойып, тығып қойма мен бір жеріне. Сен неге алып шығасың? Алып шық дегенде. Неге алып шығасың сен? Өзіңізден басқасын бәрі кінәлай тұр Мырзеке, Бәрінен кінәлі үйдегі ағы машинамен. Сол бұзылмағанда ана тыптыры тұран еді. Сомен келер мен қазір. Я аласың ба, алмайсың ба? Алмайды ал, мен емес ғой, ағам алады ғой, алмайды ма? Тьфу, құрсыншы бәрі. Машинасы да құрсын, бәрі құрсын. Осы жерде бір нормально бір қой сататын жер бар ма? О, Сәлімбайдан алсаңызшы. Жүрші, сенікі мен артықшы, мына мен обал енді. Ойбай, менің машинамнан обал емес пе сонда? Біреудің машинасы бұзылып қалса, сары мадиярдың машинасымен тарту керек. Қой арту керек болса, сары мадиярдың машинасы. Қыста көмір артатын жүрсіңдер менің машинам онда. Көктемде әлі сенің машинаңмен жезіртамыз. Жүрші, сен жақсысың ғой. Қой, ет жейміз әлі. Ой, жүрші. Ет деп мен жан жерін біліп алғансың да сендер бар ғой. Ет жақсы көретін де. Артықшы. Ахиллестің өкшесі деген сияқты сары мадиярдың қарны дегенді шығару керек. Байқап жүрей. Отыр. Тоқта байқап жүрей. Әлім қоймен ой, болмас екен сен. Жай жүре, жай. Тағын артқа жүріп кет, біз соқ кетпе. Көке қалайсыз? Жақсы дем алдыңыз ба? Ұйықтай алдыңыз ба? Ой, қаяқтан мынау. Мына басым қысып, көзім қарауытып бір. Келмейді, кітапта көмектеспеді ғой. Кітапта көмектеспеді. Кітап оқысам ұйықтап қалатын едім, ол да болмай жатыр. Не ғой? Мал әкелем бір, сояйын деп. Шығып бата беріп жіберсеңіз. Ойбай. Жүріңіз. Ойбай. Тоқ. Не болды? Отыр. Басым айналып бітті. Қимылдамаңыз, басын айналыңыз, қимылдамаңыз. Ай, сендер нағыласыңдар әуре қылып маған. Қой сойып. Керек жоқ, рахмет, соймай-ақ қойыңдар, нағылмай-ақ қойыңдар, айналайын. Ой, көке, қойыңыз, Әуре болмаңдар. Әуре болатын ештеңе жоқ, сіздің құрметіңіз. Оны істі бізге де көже қадық. Сіздің арқаңыз ет жап қаламыз дегендей. Онда битейін, мен отырып бере берейін осы жерден. Мына есікті ашып беріңдер, ашып қойыңдар, мына жақты. Мен батам көз жеткен жерге дейін кетеді. Сол 2 шақырымға дейін кетеді екен ғой. Мен ана басқа молдалар ұқсап, мен соткымен бермейін. Мен былай ашық жіберемін. Соттан да есікті, терезе ашық па? Қимылдамаңыз. Тұсында тұр ма? Бері. Қолдарын жайындар, қолым жайы. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллаху акбар. Ален, болады. Бол, көке. Не болды маған? Жүрегім дүрсіліп кетті ме? Ана тағы да қашағым, не дейді? Әке, бәрі дұрыс па? Оймай. Қой, мен шақырайын оны. Olmaz. Balam. Tezirek gel. Ağırıp dursanız skori şahırınız değil. Sen onu қайдан білдің? Тағы қаша ғой. Жүрегім сезіп тұр дейді. Жүрегіңнен айналайын. Сезген екен ғой, жүрек сезіп тұр екен ғой. Жүрегіңнен, кішкентай ғана жүрегіңнен. Ойбай, мен жүрегім. Не болып барды мен жүрегім? Кім? Бақыт? Мырзахан? Ай, Арман, кім бар ау? Ай, жедел жәрді шақырасыңдар ау? Иә. Мына жүрегім болмай баратыр. Bir türlü болып баратыр. Саламатсыздар ма? Сіздер ма шақырған? Иә, жүріңіз. Үйге жүріңіз.
Біріншіден мына бөлмені босату керек. Қасында тек бір-ақ адам қалсын. Сосын барлық терезелерді ашыңыздар. Апа, Шула сіздер бара беріңіздер мен. Шула, еттің көбігін ала салшы. Жарайды. Мақұл, мен ағалайын. Сіздің қан қысымыңыз көтеріліп кетіпті. Қазір сізге дәрі жазып берем, соны 3 күн қабылдаңыз. 3 күн? 3 күн. Мүмкіндік болса, орныңыздан тұрмаңыз. Негізі ауруханаға барып бір тексеріліп алғаныңыз да дұрыс. Оған уақыт бар ма? Мына дәрілерді 3 күн тамақ алдында бересіз. Ал сіз орныңыздан тұрмаңыз. Жақсы ма? Ана бала келсе, қаршыға келсе қалай тұрмайсың? Ойбай. Ойбай! Ойбай! Бақты! Ойбай, бақты! Шула! Мынай! Телефонға звондыршы. Жедел жәрдем шақырыңдаршы. Мына қызға не болды? Ойбай, қызым ау. Не болып қалды? Звондашы, әкел біз. Мен қуатым бітіп қалған, сіз звондасаңызшы. Берге де бітіп тұр ғой со. Сегіме звондақшы тез. Кас. Мен телефон жоғалтып алғам. Не дейді? Жоғалтқан есі телефон? Басың, неге жоғалтпайсың телефон жоғалтқанша? Барма тауып кел бар құр. Звондаңдаршы бірдеңе, тапсаңдаршы. Мырзахан, кейін ұрсасыңдар. Тезірек жедел жәрдем шақырыңдаршы. Телефон соғай. Алло! Жедел жәрдем ба? Ай, бізге жіберген қызметкерлерін талып қалды. Адресті айтыңызшы. Адрес. Қабанбай 27. Тез жедел жәрдем. Жедел жәрдемге жедел жәрдем. Әке, қайдағы Қабанбай 27 сіз ана? Түркістандағы адресті айттыңыз ғой. Ой! Шағалағы 87. Беріңізші телефон. Миымыз ашып кетті, мына бала миды ашып жерді ғой. Алло, жедел жәрдем ба? Ана жақта жоқ, мына жақта жоқ. Бәрін іздедік, әлі таппадық. Енді 6 сыныптың табалдырығын телефон заттайтын сияқтымын. Ой, не болды сонша қайғырып? Оның да бір қайыры болатын шығар. Қайдам әкем менің жаным шығарады. Енді өзім жұмыс істеп телефон алмасам, маған енді ешкім телефон алып бермейді. Сен олай деме, сен әлі талай телефон ұстайсың. Қиын қыстау кезде қасында болған Нади, сен нағыз достың. Қоя берші, мен спиннерім жоғалғанда дәл осылай сен де мені жұбатқансың. Жүр болды, үйге барайық. Ана жақта жоқ, мана жақта жоқ. Мына жерін қой жіберді Оу! Мырзахан балам, далада жүрсің ба? Мына машина қызығып қарап тұрмын. Ай, бұл сағындық бұл мәжінесті өтпеді бұл. Қараш, қандай әжептәуір машина. Бір сарапина жоқ қой. Қараш, міне, алды, артында еш. Артында ештеңе жоқ қой. Иә. Мына жерлерінде сәл-сәл сарапина болуы мүмкін. Ол ана ненікі ғой? Оны ауыстыра саласың ғой. Басқа ештеген жоқ. Қандай әдемі. Мына айтпақшы жаңа. Не? Ештеңе, не қарашы мына жер. Не ол? Мына кегеші. Мына бір жер маған ұнамай тұрған жер. Қайсы? Мына жерді әңгіме айтпай ма көке? Ой, талсырып кеттің ғой сен. Талға сырылып кеткен әшейін. Немен кетіп қала ма? Тренировкамен кетіп қалады ғой. Онда болды бұл машина өтіп кетеді. Бұны қай жер ал? Еш жер көке, еш жер. Тұрған үй тұр ғой? Өтпей тұрғанына. Анам компьютерден шықпады ма ештеңе? Компьютерге сап қойдық, звондап атқан. Звондап атқан. Қымбат айтып жатыр ма екен әлде? Еш жеріне мына кінәрат жоқ қой мына қараш. Қандай әдемі. Жақсы. Әдемі ғой мына. Мынау. Мына жер майсы. Жоқ, ай. Жоқ, бұл жер ештеңе емес. Бұл жер қайта өз заңы сондай екен. Мынау ғой мен уайымдатып тұрған көке. Ой, лай ғой ол. Кәні? Кетті ғой. Ой, мынау. Мына жағына мен жоқ, мына жер узорларды жақсы түсіп қараш. Жоқ, мынау. Бұлай қараш, бер қараш. Қандай жылтырап. Тұр сәні жерге, тұр. Мынау саған жараса ма деп қалды мына сағындыққа бекіне. Осындай бір мәшинең болса, я? Ой, құдай қаласа, көке, я. Несі кірсек ішке? Көп жүрмедік доктор сізге. Сізге доктор көп жүрмедік. Болды, кіріңіздер. Қызым, әлгінде қаршыға SMS-пен хабарласып еді. Ана жиналыста отырмын деп. Содан хабарласқан жоқ қой, алып келмедір.
Сол туралы айтайын деп келіп отырмын ғой, әке. Қандай жұмыс ол? Сөздің шыны керек, әке. Қаршыға сізден қашып жүр. Неге? Ойым неге? Мойнында толған қарыз. Сол адамдардан қашып біздің үйге келіп отыр. Ауылда қарыздар ма? Құтылып қойған мен одан. Төлеп қойғанбыз. Ой, әке. Бұл жақта да қарыз, әке. Қазір Қаршығаны көшеде жүргізбейді. Сізбен бағана жиналыста отырмын деп сөйлескенің бәрі өтірік. Жиналыста отыратын жұмыста істеп жатқан жоқ. Мектепте күзетші болып істеп жатыр. Не дейді? Не дейді айналайын ау? Ой, ашқан бизнестер қаяқта? Бизнесім бар деп еді ғой. Ой, бая ғана ақсу жабағылығын айтып отырсыз ғой, иә? Банкрот болған ол. Ресторан ше? Ресторан. Қайдағы ресторан, әке? Ресторан емес ол. Рестораннан шыққан соң баратын жер. Қандай? Полиция ма? Не? Әжетхана бизнес. Адамды қорқыт. Қайда жақсы әжетхана бизнес, ең мықты бизнес. Халықта ақша мол. Мол болғаннан кейін ресторанға барады. Ресторанға барғаннан кейін тояды. Тойғаннан кейін сояққа бармада қаяққа барады. Оның үстіне қазір жаздың күні қауын қарбыз мол, бәріне дәрі қосылған, жесең бітті, тура сояққа қарай жүгіресің де тұрасың. Дұрыс бизнес екен. Одан соң ана сетевой маркетинг ашам деп жұрттың бәрінен мал қарыз алды. Сосын? Онысында ана бір түнде біреу ұрлап кетіп, қардына тағы қарыз жамады. Содан сетевой маркетинг деген бәле болды. Түркістанға да келді ғой. Қазір ауыл-ауылға кетіп жатыр. Не деген бәле ол, а? Қой, мына ең жаманы түрмеде сұрақ қосқан жаман да. Отыр бол. Ай, әке. Ол қайта міне қта жүр ғой ол. Сетевой маркетинг ол. Құтылды ма, не қылды? Білмеймін, қойған шығар. Құтылмаса болмайды, мен оны өзім айтмасам болмайды оны. Қанша екен қарыз? Қарызы 3 миллион ба, 4 миллион ба? Ой, падарыңа нәлетай, падарыңа нәлетай. Маған тартпаған ғой бұл. Шешесіне тартып кеткен ғой. Сол шешесі кезінде сол сетевой маркетингке кіріп кетіп, малымың жартысын жоқ қылып еді. Апам ба? Білмейсіңдер ғой сендер. Ешкім білдірмей жүрмін ғой. Тура соған тартып тұрғаны қарашы мінекей. Қызым тоқта. Сен өзің сетевой маркетингте жоқсың ба? Жоқ, әке. Ойналайын. Маған тартқасың ғой сен. Маған тартқасың ғой. Қайтем. Құтқарам енді. Жалғыз ұлым. Малым не үшін жинап жатырмын мен? Ұрпағым үшін жинап жатырмын. Не істеймін? Әке, сөйтсеңізші. Білесіз ғой, Қаршығаның ақылы жоқ емес. Ақылы бар. Тек мына соңғы кезде жолы болмай жүр соның. Жоқ, байқап тұрмын, болыңқырамай жүр. Иә, әке. Иә. Бір демеп, бір іліндіріп жіберейікші, иә, әке. Ол мен телефонын көтермей жүрді. Сен соны телефон соғып айтып қоясың ба жоқ әлде? Жоқ әлде өзім жолыған ба? Жоқ, мен бірінші ананы құтқарайын. Содан кейін барып хабарласарсыңдар, 3-4 миллион. Жақсы болды ғой, әке. Иә. Келдік. Осы үй ма? Осы үй? Көтермейтін ол. Сен звондаш. Звонда. Көтермейді, братын. Оппа, менде бір идея бар. Айтсаңшы, қандай идея? Менің басым білесің ба қандай екен? Ана машина көріп тұрсың ба? Ақ Иә, машина. ақ па? Есігін ашып оталдыра аласың ба? Ой, братан, мен армияда танк айдағам ғой, білесіз ба? Точно? Точно. Қазір. Қаршыға қалайсың? Бұл Мишаған ғой. Қаршыға болды, сен маған ақшаны бермек қой, екеуміз есептестік. Сен қарыз ақшаң орнына мен жездеңнің машинасын алып кетемін.
Болды, осымен есептесік. Қаршыға, Мишаңыңнан сәлем саған. Жай. Ей. Аш. Ол. Босайын. Кәз. Ей, ода кілт жоқ қой, сыммен оталасайын. Таппай атым ғой. Болмай жатыр, братан. Қалай болмай жатыр? Оталмай жатыр. Қармақтан таңқалайдаған. Бұндай провод жоқ қой. Тұр бер келді. Жай. Жақында келді. Атпен жатқан қайтпасын. Ертең жолғансыз жүр. Ертең ойын сорамау. Аш, бол. Бол. Жынды мишасыз. Қаршыға бол, сен маған ақшам бермек қой, екеуміз есептестік. Сен қарыз ақшаң орнына мен жезденің машинасын алып кетемін. Машина? Жезде машина! Жезде! Ой, орында тұр екен ғой. Жүрегім. Жынды Миша, бізден машинаны аламайсың. Әке? Иттің баласы. Десем, мен өзім ит болайын деп тұрмын ғой. Сөйлесеміз, кеттік. Жүр. Қанша болу мүмкін, но? 35 мың болады, братан. Болды, істетем. Бірақ бүгін бітіріп бересіңдер ғой, Жоқ, братан, бүгін бітіріп бере алмаймын. Мен 1-2 күнге қалдырып бересің. Қалай 1-2 күні? 1-2 күн тастаймын мен. Жоқ, братан, түсінсем енді жұмыста. Мен біреудің машинасы. Братан, мына білдірмей айдап шығып кеттім жаңа. Жоқ, түсініп тұр мен, братан, мен қолымнан келмейді ғой, жұмыстан. Қоше, бауыр, мен істеп берші, я. 40 мың берейін не? Жоқ, ренжімеңіз, братан. Ана машинаны да фарын салу керек қазір, егесі келе жатыр. Жүр, ана. Мына бүгін бітірмесек болмайды. Жоқ, қоше, бауыр, мен. Бітіріп берші. Братан, түсінші. Мына болмайды, бұл 2 күнге тастамас. Lan sala ver. Bak, tak 5 мың қосып, 45 мың. Қоше, бауыр, мен. Братан, қарышма. Қанша машина тұр. Yok, егесі жоқ қой, мына егесі қазір келеді. Қоше, бауыр, мен. Бітіріп берші. Мына болмайды, бұл 2 күнге. Ойбай! Мына! Ойбай! Мынан! Мына не істедің сені, бауыр мен? Көзге қарамайсың ба сені? Айбетпеш бауырым. Мына қалай тұрған машинаны соқты, машина айдамайсың ба не сені? Келе жатқан бұл телефонымнан қарып келе жатқан ит шығып қалды да оң жаққа бұрып жібердім, байқамай қалдым өзім. Телефонға қалай қарайсыңдар? Міне не істеймін? Ойбай! Асай енді машинаңды, асай мына не? Болды, кәз. Қанша болады мынау? Не істейміз мынаны? 100-150 мың не болады, братан.
машинаны бір аптаға қалдырып кетесің істеп. Қалай бір апта? Қалай 150 мың? Братан, жұмысы көп. Қашпа я, қашпа, берке бере. Қашып баратсың бер, тоқта я, бер. Мынаған 150 мың деген кетеді дейді. Мен қалтамнан, мен өз таксистімін. Біреудің машинасы. Өйтпесе мен де айлыққа қарап жұмыс істеп жүрмін. Кім дөреді айлыққа қарасың сен? Айлыққа қарамайсың машинаға. Бастық звондап жатыр қазір, бастық звондап. Алло, бәсеке. Ойбай. Бәсеке машинаны кішкене соғып алдым мен. Асығып келе жатқан едім. Байқамай неғып қалдым. Берейін ба телефонды? Қазір беремін. Бастық сөйлесем дейді, бастықпен неғып жүрмін. Алло. Уағалейкум ассалам. Аға, мынаны бар ғой я. Тұрған жерінен келіп соғып кетті. Көзіне қарамай ма? Аныңыз ба, шоферіңіз ба білмеймін. Бір ақшасы кім төлейді десем мен 150 мың теңге кетеді дейді. Жоқ, қашан әкеп бересіз? Бопты. Енді жиналысыңыздан шыққан, онда үй жаққа келіңіз. Шағала көшесінде тұрамын мен. Мен документтерін ақ балам, бірақ мен. Документтерін ақ балам, сосын келіп алып кетесіз. Бопты. Бастығың берем деп тұр. Документтерің бәрін бере. Болды. Қарамайсың ба я? Телефонға қарамасыңдар, шүлді отқанда. Бақыт маған бәрін айтты. Білем. Қайдан білесің? Естідім. Сен қайдан есейсің сен? Үйде болған жоқсың ғой. Қоя берші маған. Әңгіме былай бала. Мына астыма бір көлік алам ғой деп, машина менен ғой деп, малдың жартысын сатқамын. Мына сен бүйтіп қарыз болып жүрсең, мен қалай машина менен мен? Ақшаны берейін. Қарызыңнан құтыл. Қашып пыспай, жүр елдің алдында. Кеудеңді тек қылып. Қайта мына кімге? Жездеңе рахмет. Сенің еркелігіңді көтеріп жүрген мырзаға. Яки сол өзімде қарыздарымнан құтылып, қауіпсіздік қызметіне дұрыс адам тауып, орныма тастап ауыл қайтсам ба деп жүрмін. Ақылың бар екен онда, мә. Керегіңді аларсың, керегіңнен құтыларсың, қалғанын алып кел. Мына мырзаға мен машина мініп кетіп еді бір жаққа. Соны күтейін. Сосын қайтайын мен. Сен де көп жүре берме, қайт. Жарайды әке, қайтам. Қарашы мына. Әтеге тақып қойдым әжір. Көкем көріп қоймаса болған еді. Көкем көріп қойса бітісті. Кім? Аш. Ей, Мырзахан. Қалай жағдайың, жақсы ма? Қалайсың әке, жақсы аға. Айналайын. Не болды? Тыныштық па? Шуласып жатсыңдар ғой бұратыл ауылды. Тыныштық болмай тұрыз ғой, көке. Не болып қалды? Қарасайшы ма? Қарашы ма? Ана әніңіз ба, шоферіңіз ба, білмеймін. Өзініз тұрған жерден артынан келді да пақ еткізді. Қарашы ма, опыр жіберген. Дымда жоқ қой, дымда жоқ. Қалай дымда? Сарапина қой анау. Қалай сарапина? Болмайтын ақшаға істеп береді оны. Болмайтын 150 мың теңге кем сұрап тұр. 150 мың? Енді қараса, мына айыр жіберген, мына кеткен, мына ішін полны тігеміз дейді. 150 мың деді. Мақыл енді, өзіңде бір Гитлердің көзін көрген машинаңды әлде қандай қып? Ой, неміз қой таза. Бұл БМВлар өтпей жатыр деп айтты қазір маған. Соңғы кезде. Не, Гитлердің өзі отырған бекен сонша қымбат? Ой, сұрап бұның ремонтына? Ағайын туыстары отырған шығар, жоқ дегенде, бірақ өзіңкі таза немістікі. Не істейміз бұны енді? Істеу керек болып тұр енді соны. Сатылатын машина. Сатасың ба? Сатамыз деп отыр. Қанша деп тұрсың? 4 миллион деп тұрып қойын со. Ой, баяу немене біле? 4 миллионға аузыңды гипстеп аласың ба? Қымбат қой, пейіліңе не болған сен? Сәл түссейші, баяу өтпейді дедім ол қазір. Қалай өтпейді? 4 миллионнан кемі кем. Мен алайын деп тұр, мен ала салайын мына автокөлік. Сіз аласыз ба? Мен алам. Алсаңыз қаншаға бересің? Жаңағыны жұмысы болып тұр. Жарайды онда 3-9-ға берейін. Мә. 3-5. Тоқта. 3-6. Жоқ. Айналайын, 3-7. Жоқ. 3-8. Басқа бермеймін. 3-8. Бермейсіз басқа? Бермеймін. Берем. Сөйтпейсің ме жаңылден бері? Ақпаңыз. Ананы қайтеміз артын. Өзің істетіп бересің ба, өзім істеймін? Жоқ, ол артын өзің істемеңіз. 3-8 ішіне кірсін, дымды ақша кетпейді. Қанша? Маған қарасаңыз, шаши мына жерлері кеткен. Ой, бір 15-20 мың ба бітіп қалады. Жайлы 150 мың деп жатыр ең ғой. Кім? Жоқ, общий ремонты ғой бұл. Общий ремонтта. Ходовкілеріне кетеді екен ол. Сен онда бит. Ертең жұмыс жаққа кел. Жұмшақты білесің ғой? Жұмшақты білеміз ғой. Талай барып, кірамай кеткен жеріміз емес па? Енді жұмыс жаққа кел.
сол. Иә? Ертең банкке барайық. Мен саған банкке барып ақшаңды алып беріп жіберейін. Бірақ айдама. Бол. Бірақ айдама. Зататып беріп кетесіз ба? Задаток. Сағатын бере саламын. Жоқ, қоя беріңіз. Сенем ғой сізге. Сенем ғой. Жақсы онда. Болды онда. Рахмет. Аш мына есігіңді. Болды. Тұрған жерден ұрып та, ініңізші. Қараса, іштей ағымайды. Дымда болған жоқ қой. Бопты. Мен ма? Жақсы. Жұмыс табылмайды, иә? Табамыз. Рахмет аға. Нұреке, рахмет. Рахмет, Нұреке. Сатылды. Жақсы болды ғой. Ой, көкем білмей кетті. Білдірмей жібереміз ғой біздер. Осы бар ғой, әр істің қайыры бар дегенге бар ғой, осы жолы точно көзім жетті. Машинамды ұрмағанда бар ғой. Қарама дердің ағасы алар еді ол. Саудаласып жүріп, арзанға алар еді ол менен. Сөйтіп аларын алып, ой, ана жер андай екен, мына жер мындай екен деп құлақ миымды жеп қояр ол. Иә, сіз машинаны ұрмағанда Қазтопыраққа бармас едіңіз. 3,5 миллионға өтпей тұрған машинаңыз 3,800,000-ға сатылды да кетті. Қайыр деген қалай, ә? Қарашы. Алдың күн деймін да жездеге. Машинаңыз бұзылып қалған кезде. Бір жындандыңыз кеп, сіркеңіз су көтермей. Енді ашуланасың? Қарамайсыз ба? Машинаңыз жұт тұрғанда не болар еді бұзылмай? Не болар еді? Жынды миша келетін еді, машинаңыз мініп кетер еді. Шынымен? Ой, тобай. О, Алла. Машинам жүріп тұрғанда мініп кетер еді ғой. Қойыңшы, ол бәрі құрсын. Өткенде әкем келген кезде ше. Мәса, мен бітті деп ойладым бар ғой. Іс насырға шапты, бітті дедім ғой. Қарамайсыздар ма? Әкем келді қарыздан бәрін жауып кетті. Міне. Сіз оған Құдайға шүкір деңіз. Айтып жүрген дұғаңыз бен оқып жүрген намазыңыз қабыл болған шығар. Жөн. Осылар бәрін қайдан біледі? Бұлар енді ата көрген балалар ғой. Атасын тыңдаған, атасын оқыған. Бірақ бұл атасын баласы телефон жоғалтып пұшайман болып жүрді. Енді 6 класс бітіргенше телефонсыз өткізеді. Қателесесіз, әке. Нағашы атам маған өзінің одан да күрт той соткысын қалдырып кетті. Айттым ғой мен саған бәрін қайыры болады деп. Өткенде ана ескі жаман телефон жоғалтып алмағанда Ермекбай атан мынаны саған сыйламайтын еді. Дұрыс айтады. Маған беретін еді сол. Молодец, дұрыс. Осыған байланысты мен сендерге бір әңгіме айтып берейін. Баяғыда бір жайсы әңгімесі арты қайырлы болады деп айта беретін бір уәзір болыпты. Тура біздің Ибрагим ағай сияқты десеңізші. Баяғыда бір патша аңға шығады. Содан бір жыртқыш аңның кесірінен бір қолынан айырылады. Патша әбден қайғырады. Содан жан жақтан адамдар келіп көңіл айтып басу айтады. Сонда әлгі уәзір, патшам, қайғырмаңыз, әр нәрсенің өз қайыры бар дейді. Содан патша, мынау менің қолымның жоқтығына қуанып тұр екен деп қатты ашуланады. Содан жаңағы уәзірді зынданға жаптырады. Сонда уәзірді зынданға алып бара жатқанда жаңағы уәзір, бұның да артының қайыры бар шығар дейді. Тағы айтады ғой. Тағы айтады. Содан патша одан арман ашуланады. Бұл мені мазақ қып тұр, келеке қып тұр деп. Содан біраз күн өткеннен кейін патша тағыдан шығады. Сөйтіп жаңағы қарақшыларға жолығады. Қарақшылар бұлардың қару жарақтарын, дүние мүлкін бәрін тартып алады. Ханды ма? Ханның. Сөйтіп әлгі құл базарға сатпақшы болады. Ой, құмай. Содан жаңағылар жаңа адамдарды бір-бірлеп дене бітіміне қарап, жаңа жарамдысын теріп алады да. Кезек қанға келгенде, ананың бір қолын көреді жоқ екенін. Сөйтіп тастап кетеді. Сөйтіп қан аман есен елін оралады. Елге келгеннен кейін әлгі жағдайды ойлай бастайды. Менің қолымның жоқтығы өзіме қайырлы болған екен деп ойлайды да,
уәзір есіне түседі. Зынданда жатқан. Иә, сөйтіп зынданнан босатады. Ойпырмай. Сөйтіп кешірім сұрайды одан. Сөйткенде уәзір, қанием, сіздің қолыңыздың жоқтығы сізге қайырлы болды. Ал мені түрмеге жапқаныңыз маған қайырлы болды дейді. Өйткені менің түрмеде жатпағанымда сізбен бірге аңға шығар едім. Қолым сау, аяғым бүтін. Жаңа қарақшылар мені құлбазарға сатып жіберер еді. Сондықтан сіздің мені түрмеге жапқаныңыз рахмет дейді. Рахмет айтады жаңағы уәзір ханға. Дені бір түрлі болды. Мынауыңыз күшті әңгіме екен. Расында да басымызға сәл бір іс түссе түңіліп кетеміз ғой. Әрбір қиыншылықтың артында бір жақсылық жатыр десеңізші. Солай қарақтарым. Әр қиыншылықтың артында бір қуанышы жатыр. Құранда да айтылмай ма? Ең бастысы Аллаға деген сенімді жоғалтпау керек. Дұрыс айтасыз. Міне, ең бастысы сенім. Қаршығаға тұрсаңызшы. Тұрсайшы. Ой, Қандай әңгіме болып отыр, тыңдамайсың ба? Осындай әңгімелер тыңдамайсың ба? Енді бұның ұйықтағаныңда бір қайыры бар шығар енді. Қойшы сен де. Жарайды, ал тамаққа қараңдар. Айтсам енді бәрін жек қояр ма еді ұйықтамағанда әңгіме тыңдап отырып деймін да. Тамақ алыңдар, тамаққа қараңдар. Жаңа әңгімеге дейін. Түржік кетті кәдімгідей. Жақсы айттың. Жақсы айттыңыз. Не айтты? Қайырхан жайлы айттыңыз ғой. Қайырхан айтты. Қайран досым, қонақ жай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасы, ішкі жан сарайының ауасы, үлкен үйімнен табасың. Үлкен үйде жастықтың сағындырған шағы,